Сәлеметсіздер ме оқушылар, 80-ші сабақ 4-ке көбейту кестесі. Бүгінгі сабақта сіздер 4-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренесіздер. Бірінші тапсырма: суретті және үлгіні пайдаланып өрнектердің мәнін тап. Ең алдымен үлгіге қараймыз. 4 қосу 4 қосу 4 қосу 4 тең болады 4 көбейту 4-тен 16. Яғни бұл жерде 4 санын өз-өзіне 4 рет қосқан. Сол себепті біз 4-ті 4-ке көбейтеміз, тең болады 16. 5 қосылған 5 қосу 5 қосу 5 тең болады 5 көбейту 4-тен 20 деп тұр. Яғни бұл жерде 5 санын өз-өзіне 4 рет қосқан, сондықтан 5-ті 4-ке көбейтеміз, тең 20 шығады екен. Енді астадағы есептерді шығарып көрейік. 6 қосу 6 қосу 6 қосу 6, яғни 6 санын өзіне 4 рет қосқан, сондықтан біз 6 көбейту 4 деп жазамыз. 9 қосу 9 қосу 9 қосу 9 тең болады 9 санын өзіне 4 рет қосқан, сондықтан 9 көбейту 4 тең болады деп мәнін табамыз. Екінші, санды 4-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен дейді. Бұл көбейту кестесін жаттап аламыз. Үшінші есеп: санды 4-ке көбейту кестесін пайдаланып кестелерді толтыр. 4 көбейту 5 тең болады 20, 4 көбейту 6 тең 24, 4 көбейту 7 тең 28, 4 көбейту 9 тең болады 36. Яғни әр сандарды 4-ке көбейтіп шығып, мәндерін астына ақ жолаққа жазуға болады. Келесі кестеде бізде бөлуге арналған есептер берілген, яғни жоғарыдағы сандарды рет-ретімен 4-ке бөліп шығамыз. Яғни 16 бөлу 4 тең болады 4, 20 бөлу 4 тең болады 5, 24 бөлу 4 тең болады 6, 28 бөлу 4 тең болады 7, 32 бөлу 4 тең болады 8, және 36 бөлу 4 тең болады 9. Төртінші тапсырма: мысалдарды шығар. Үлгі: 20 көбейту 4 тең болады 2 ондық, көбейтеміз 4-ке, тең 8 ондық. 8 ондық дегеніміз 80. 800 бөлу 4 тең болады 800 сан 8 жүздік деп аламыз. 4 санына бөлеміз, тең 2 жүздік. 2 жүздік дегеніміз ол 200. Дәл осыған қарай отырып, астындағы есептерді шығарамыз. Әрі қарай бізде 5-ші есеп: есептерді шығар. Білекпен күш сынасу ойынына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 6 ойыншыдан бар. Ойынға барлығы неше адам қатысты? Астадағы кестеге қарай отырып, барлық ойыншы санын табамыз. Яғни бір топта 6 ойыншы болса, бізде 4 топ болса, біз барлық ойыншының санын табу үшін 6 ойыншыны топтағы 6 ойыншыны көбейтеміз топ санына. Сонда бізде барлық ойыншы саны 24. Жауабы 24 ойыншы қатысты. Осылай табамыз. Келесі бізде 6-шы есеп: өрнектерді салыстыр. 7 көбейту 3 көп пе, 7 көбейту 2 көп пе? Әрине 7 көбейту 3 көп. 6 көбейту 3 тең 180, 60 көбейту 2 тең 120. 180 көп. 4 көбейту 3 12, 4 көбейту 2 8, 12 көп. Осылай өрнектерді салыстырып шығарамыз. Әрі қарай бізде 7-ші есеп: 2-ге де 3-ге де бөлінетін ең кішкентай санды тап дейді. Бізде бұл жерде 6 саны 2-ге де бөлінеді, 3-ге де бөлінеді және берілген сандардың арасындағы ең кішкентай сан. 8-ші есепті шығарамыз. Өрнектердің мәнін тап дейді. Бұл жерде бізде есептер берілген. Әрқайсысын көбейту бөлу амалымен мәндерін табамыз. 5 көбейту 4 тең болады 20. 200 көбейту 4 тең болады 200. 28 бөлу 4 тең болады 7. 32 бөлу 4 тең болады 8. 8 көбейту 4 тең 32. 9 центнер көбейту 4 тең болады 36 центнер. 9 центнерде 900 килограмм бар. 20 бөлу 4 тең 5, 36 дециметр бөлу 4 тең болады 9 дециметр. Әрі қарай бізде 9-шы есеп: кім жылдам? Өрнектердің мәнін кему ретімен қойып, мақалды оқы, оның мағынасын қалай түсінесің? Бұл жерде бізде 36 бөлу 4, 3 көбейту 4 және 8 бөлу 4 өрнектері берілген.
солардың мәндерін ең алдымен тауып аламыз. Яғни 36 бөлу 4-тен 9, 3 көбейту 4-тен 12, 8 бөлу 4-тен 2. Енді шыққан мәндерін кеміретімен жазамыз. Кеміретімен жазу үшін біз ең үлкен санды тауып аламыз. Бұл жерде ең үлкен сан 12, одан кейін 9, сосын 2. Енді осылай кеміретімен жаңағы сандардың өрнектердің берілген сөздерін жазып шығамыз. Ең бірінші 12, бұл жерде бізде халықтың деген сөз берілген. Келесі 9 саны шықты, ол өрнекте бізде күші деген сөз берілген. 8 бөлу 4-тен 2, бұл жерде бірлікте деген сөз берілген. Сонда бізде халықтың күші бірлікте деген мақал мәтел шығады.